Ассалаумағалейкумдер. Бүгін 24 апрель 2026 жыл. Мына біздің басқұдықтағы жолымыз ғой. Мына тоқтың бағанасын уже алып тастап жатыр. Мына жерге дейін уже алып тастады, ар жағын алып тастайтын шығар енді. Мына жақтан Асталбаға дейін алып тастады. Мына жол әлі ашылмай жатыр, мына сарты бәрі жатыр. 2025-ке дейін деп соңғысында айтып еді. Негізі 14-ші жылы алынып, мына жерден жол түсу керек қой. Сол жол ашылмай жатыр. Мына линияны қиып алып тастады мына жағын. Мына біреу сосын мына жолды жабу үшін мынандай қоршап жауып жатыр. Мынандай тас қояды, газды бұрады. Мына газды бұрып жіберді бері қарай. Ана жақта да 12 метрдей, 10 метрдей. Ана жақтан бұрып, мына жақтан тағы 3-4 метр бұрып. Сосын осындай қылып салады. Тұрбаны бұрады да үй салады мынандай қылып. Осындай жағдай. Тұрбаны бұрады, үйді шығарады. Мынаны жаудың амалы ғой. Белгілі ғой уже. Мына тротуар жолдың ар жағына түсу керек негізінде. Ана жақта жол бар. Орын бар, ана жақтың бәрінде орын бар. Мына тұрба ары қарай тіке кету керек. Бұрып, мына жолды жабу үшін бұрып отыр ғой. Көзге көрініп тұр бәрі. Картадағы жол қазір жоқ, короче. Шындығына келгенде. Осындай жағдай біздің Басқұдық елді мекенінде. Мынандай қылып завор салады. Мынандай қылып құяды, завор салады. Осылай жабылып қала береді мынандай қылып. Мына тротуар мына жаққа түсу керек. Бұл айтылды кезінде. Салып жатқан кезде айтылды. Неге салып жатсыңдар? Жол қайда дегенде. ЖСқ сызылып жатыр деп шығарып салады. ЖСқ сызылып жатыр, қарастырылып жатыр деп. Оказывается, 7 жылдан кейін ауысатын заң бар екен. Соны пайдаланып, бас жоспарды ауыстырып жіберген 19 адам келісіп. Бірақ қол қойған адамдардың ішіндегі адамдар біз келіскен жоқпыз, қол қойған жоқпыз деп отыр. Жалған қол қойып, мынаны ауыстырып жіберген ғой. Қазір біз міне тоқтың бағанасы біреудің заводында тұр. Тоқтың бағанасы. Осыны алып тастап жатыр енді. Мына жолды жабудың амалдарын жасап жатыр. Мына заворлар міне осы жақында салынды. Нұрәлі тағайындалған кезде осы завод салды. Бұл да айтылды, ар жағына аялдаманың орнына үй салды. Енді мына жолымыз ашылмай тұр. Міне тоқтың бағанасы біреудің заводында тұр. Міне заводында тұр. Осындай жағдай бізде Басқұдықта.